Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі менің бейнеролигім қазақ мәдениетіндегі үлкен орын алған, қазақ тарихындағы үлкен маңызы бар жеті ата деген дәстүрге арналады. Жеті ата жалпы қазақ халқының ежелден келе жатқан тәрбиелік жүйесі болған. Қазақ халқы өзінің ұрпағына кішкентай кезінен бастап жеті атасын жатқа үйреткен. Және де жеті атасын білмеуді әрбір қазақ ұят, намыс деп санаған. Бірақ өкінішке орай бүгінгі күні бұл дәстүр ақырындап екінші планға кетіп бара жатқан жағдайы бар. Мысалы, қазіргі таңда өкінішке орай жеті атасын білмеу күнделікті, қалыпты жағдай болып барады. Бірақ бұл өте өкінішті, себебі қазақ өзінің тілімен, өзінің дінімен, өзінің мәдениетімен ғана қазақ емес. Қазақ соның ішінде осы жеті ата деген дәстүрімен де қазақ екенін ұмытпауымыз керек. Егер сенің балаңды немесе сені біреу келіп ублюдок десе, сен ол адамға өкпелемек тұрмақ, сол жерде қырылып қаласың. Алайда осы жеті атасын білмегендерді қазақ даласында тура осылай, орысша айтқанда ублюдок деп атаған. Сенбесеңіздер, қазақ халқының мына мақалдарына назар аударыңыздар. Жеті атасын білмеген жетесіз деген сөзді бәріміз естігеміз. Бірақ осы жетесіз деген сөз орысшаға аударғанда ублюдок деген мағынаны білдіретінін біреуіміз білсек, біреуіміз білмейміз. Яғни қазақ даласында жеті атасын білмеген адамды ублюдок немесе выродок деген. Екінші тағы да бір мақалға назар аударсақ, жеті атасын білмеген жетелеме құл екен деген. Яғни жеті атасын білмеген баланы, жеті атасын білмеген қазақ даласында азаматты адам санатынан алып тастап, оны құл санатына төмендетіп тастаған. Көрдіңіздер ме? Сонымен жеті атасын білмеген адам ол ублюдок, выродок немесе құл деңгейіне дейін түсіп кеткен. Ал енді осы жеті атаны қай кезден бастап санау керек? Қай атамыздан бастап санаймыз? Осы көзқарасқа кеп тоқтайық. Өкінішке орай, бұл сұрақта да көптеген неше түрлі ойдан шығарбаған варианттарымыз бар. Біреуіміз жеті атамыздан, руымыздан бастаймыз. Мысалы, Найманнан, Албаннан, Жалайырдан бастаймыз, жеті атамызды. А біреуіміз өзіміздің тікелей атамыздан бастаймыз, яғни әкеміздің әкесінен бастаймыз жеті атамызды. Ал енді осы жеті атаны санау негізі дәстүр бойынша қалай жүзеге асырылады? Осы сұрақты қамти кетейін. Ең бірінші, жеті ата дегеніміз, ол ешқандай да рудан немесе атаңнан басталмайды. Қазақ дәстүрі бойынша ең бірінші сенің атаң, ол сенің тікелей әкең. Жеті атаңды, яғни жеті әке десек те болады бұны. Жеті атаңды немесе жеті әкеңді қазақ дәстүрі бойынша сен өзіңнің әкеңнен бастайсың. Өйткені қазақ халқында әке мен ата деген сөз екеуі бір мағына білдіретін сөз болған. Сондықтан да құрметті ағайын, бір нәрсені түсініп алайық. Жеті атаны санау ол тікелей өзіңнің әкеңнен басталады. Мысалы, менің әкемнің аты Қорғанбек, яғни менің жеті атам менің әкемнен басталады. Яғни Қорғанбек менің тікелей әкем. Және де келесі Қасымжан менің атам. Және де менің атамның әкесі Қансарбай деп сөйтіп ары қарай кете береді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да ағайын, естеріңізге сақтабаңыздар. Жеті атаны санау әр азаматтың тікелей әкесінен басталады. Ал енді жеті атаудың нақты атауларына келетін болсақ. Ең бірінші, әрбір азаматтың ең бірінші жеті атасы ол әке. Екіншісі ата, үшінші арық ата, төртінші бабасы, бесінші тек ата, алтыншы түп ата, ал жетінші атасы тура солай аталады, жеті ата деп. Көрдіңіздер ме? Енді бұл жерде тағы айта кететін дүние, осы жеті атауды әрбір баламызға жаттатып үйретіп қоюымыз керек. Жеті атаның ішіндегі ұрпақтан таралған үлкен қауым, олардың барлығы бір атаның балалары деп аталған. Яғни әрбір қазақтың, көрдіңіздер ме, қандай көп туысқандары болған. Яғни сенің түп атаң, бабаң, әкең, атаң, солардың барлығымен туысқан болған адамдардың балалары сенің жақын, міне, естеріңізге сақтамаңыздар. Жеті атадан аспаған туысқандар бір-біріне жақын туыс болып саналған. Көрдіңіздер ме? Бұны есте сақтау керек. Ал енді жеті ата дәстүріне келетін болсақ, жеті атадан аспағандарға міндетті түрде бір-біріне үйленіп немесе тұрмысқа шығуға тыйым салынған.
Қазіргі тілмен айтқан кезде, егер сен жеті атаңнан аспаған туысыңды өзіңе әйел қылдырып алсаң, немесе сол жеті атадан аспаған туысыңа тұрмысқа шықсаң, онда бұл қазіргі тілмен айтқан кезде инцест деп аталған. Инцест деген, яғни ағайынды жақын туыстардың арасындағы интимді байланыс десек болады ғой. Көрдіңіздер ме? Ал инцест деген қазақ дәстүрі бойынша өте қатаң жазаланған. Мысалы, қазақ тарихында Қалқаман батыр мен Мамыр сұлу хикаясы бар. Олар шынында өмір сүрген адамдар, Мамыр және Қалқаман деген. 18-ші ғасырда қазақ жоңғар соғысы болған кезде осы екі жас бір-бірін жақсы көріп қалады. Бірақ екеуінің бір-біріне жақын туысқандығы бар. Екеуінің шежіре бойынша туыстық байланысы жеті атадан аспаған. Яғни Мамыр мен Қалқаманның жеті атасы бір болған. Көрдіңіздер ме? Нәтижесінде екеуі бір-біріне үйлене алмады. Бірақ екеуі енді бір-бірін сүйіп қалды, жақсы көріп қалды. Нәтижесінде екеуі дәстүрге қарсы шығады. Бірақ қазақ халқы екеуін де ұстап алып қатаң жазалайды. Мамыр сұлу мысалы өлтіріледі, өлім жазасына кесіледі, ал Қалқаман батыр болса елден қуылады. Көрдіңіздер ме? Бұл хикая нені білдіреді? Яғни қазақ халқында жеті ата дәстүрін бұзып, жеті ата дәстүрін сақтамай тұрмыс құруға тырысқан адамдарды өте қатаң жазалап отырған. Және де тағы бір айта кететін нәрсе, Мамырды өлімге қиып, Қалқаман батырды елден қуған билердің басшысы кім болғанын білесіздер ме? Сол екі жасты осындай қатаң жазаға тартқан Абай Құнанбаевтың, осы біздің мақтанышымыз болып жүрген әйгілі Абай Құнанбаевтың тікелей атасы Кеңгірбай. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да бұл нені білдіреді? Яғни қазақ дәстүрінде жеті атадан аспаған жастар ешқандай махаббат немесе тұрмыс құру деген понятие болмаған. Ал енді осы жеті ата қазаққа қашан келді? Және бұл кім алып келді бұл дәстүрді деген сұрақ туындайды. Бұл сұраққа жалпы быландай тарихи жауап беруге болады. Жалпы жеті ата дәстүрін заңға айналдырған ол өзіміздің әйгілі Жәнібек деген ханымыз. Жәнібек деген хан ол осы қазақ хандығының негізін қалаған екі азаматтың бірі. Біріншісі Керей болса, екіншісі осы Жәнібек. Және де тура осы Жәнібек ханымыз жеті ата дәстүрін заңға айналдырған. Бұл нені білдіреді? Яғни жеті ата дәстүрі деген ұғым қазақ халқында ең бастан бастап біздің мәдениетімізге тән болған. Көрдіңіздер ме? Жеті ата бізге мына орта жолда, тарихымыздың орта жолында қосылмаған. Қазақ хандығы, яғни қазақ халқының мемлекеті пайда бола салысымен ең бірінші заңдардың бірі осы жеті ата дәстүрі болған. Көрдіңіздер ме? Ал енді Жәнібек хан осы жеті ата дәстүрін неге заңға айналдырып, оны қатаң өзінің тікелей бақылауында ұстады? Бұл сұрақтың жауабы мынандай. Кезінде қазақ даласында Өтей бойдақ Тілеуғабылұлы деген үлкен керемет бір ғалым адам өмір сүрген. Бұл үлкен ғалым адам бола тұра, Өтей бойдақ керемет медик болған. Яғни мына Авиценнаның жолын қуушы. Көптеген шөптермен адамдарды емдеп, сондай керемет медициналық білімі болған адам. Сол Өтей бойдақ Тілеуғабылұлы жазып кеткен кітаппен, шипагерлік баян деп аталған кітаппен әлі күнге дейін мысалы Қытайдың медицинасы пайдаланады. Көрдіңіздер ме? Өтей бойдақ Тілеуғабылұлы 15-ші ғасырда өмір сүрсе де, оның жазып кеткен сол кездегі шипагерлік баян деген кітабы әлі күнге дейін Қытай медицинасында пайдаланады. Ал біздің қазақ медицинасында өкінішке орай біз бұл дәстүрді жоғалтып алдық. Шипагерлік баянды пайдаланбақ тұрмақ, біз Өтей бойдақ Тілеуғабылұлының кім екенін де білмейміз. Ал егер жалпы осы Өтей бойдақ туралы білгіңіз келсе, менің YouTube каналымда жалпы сол кісі туралы, осы азамат туралы тікелей арнайы бір бейнеролик шығарғам, соны көрсеңіздер болады. Сонымен Жәнібек ханға жеті ата дәстүрін заңға айналдыруды ұсынған қазақтың ғалымы Өтей бойдақ Тілеуғабылұлы болған. Бұны неге жасады дейсіздер ғой? Себебі өмір бойы адамның денсаулығын зерттеген осы ғалым үш нәрсені түсінеді. Біріншіден, адамның денсаулығын сақтау жүйесі, яғни қазір иммунитет дейміз ғой, ол тікелей адамның қанының құрамына байланысты екен.
Сондықтан да қанның тазалығы ол деннің саулығы екенін Өтей бойдақ Тілеуқабылұлы соны 15 ғасырда түсінеді. Және де бұны түсінгеннен кейін Өтей бойдақ Тілеуқабылұлы қазақтың Жәнібек ханына барып, осы хан иемізге міне қазақ халқының болашағы жарқын болу үшін, қазақ халқының дені сау болу үшін біз осы дәстүрді заңға айналдыру керекпіз деп ұсыныс тастайды. Және де Жәнібек хан бұл ұсынысты қабыл алып, Өтей бойдақ Тілеуқабылұлының айтқан сөздеріне құлақ асып, Жәнібек хан соны 15 ғасырда қазақ халқы жеті ата дәстүрін қатаң сақтасын, әрбір қазақ өзінің бала-шағасына жеті атасын жатқа үйретсін, және де жеті атасы аспаған жастар ешқандайда некесі қиылмасын деген заң шығарады. Егер бұл заңды бұзып жатса, оған қолданатын бірақ жаза өлім деген қатаң бір заң шығарады Жәнібек хан. Және де сол заңның арқасында қазақ халқы өзінің тектілігін сақтап қалады. Біз қазір айтамыз ғой, қазақ халқы текті халық деп. Сол тектілікті біз осы жеті ата дәстүрін сақтап қалуымыздың арқасында қол жеткіздік осы тектілікке. Және де осы Жәнібек хан бекіткен, Өтей бойдақ Тілеуқабылұлы ұсынған жеті ата заңының арқасында қазақ халқының саны тез өседі. Өйткені дүниеге дені сау ұрпақ келеді. Және де дүниеге мұқалмас денсаулығы бар қазақтар керемет ұрпақты көп әкеледі дүниеге. Және де ол ұрпақ көп болғанымен қатар, ол ұрпақ дені сау ұрпақ болады. Соның нәтижесінде Жәнібек хан өмірден өткеннен кейін айналдырған бір 20-30 жылдың ішінде таққа Жәнібектің ұлы Қасым хан отырған кезде қазақтың саны 5 есе өседі. Өздеріңіз ойлап қараңыздар. Осы жеті ата дәстүрінің арқасында, тектілікті сақтағанымыздың арқасында. Егер Жәнібек ханның кезінде қазақтың саны 200 мың болса, оның баласы Қасым ханның кезінде 20-30 жылдан кейін қазақтың саны 1 миллион адамға жетеді. Көрдіңіздер ме? Бұл керемет жетістік. Және де қазақ халқы сол кездегі дүние жүзіндегі ең ірі халықтардың біріне айналып кетеді. Бұл бірінші кезекте жаңағы сол қанның тазалығы, деннің саулығына назар аударғанның нәтижесінде. Және де тағы да айта кететін дүние, енді жеті ата дәстүрін қазақ халқы ойлап таппаған. Жеті ата дәстүрі ол баяғыдан бері осы көшпенділердің арасында, көшпенді халықтардың арасында пайда болған дәстүр. Бірақ осы дәстүрді әлі күнге дейін сақтауға тырысып, ол дәстүр ғана емес, оны заңға айналдырған тарихта бір-ақ халық бар. Ол қазақ халқы. Сондықтан да қазақ халқы текті халық деп айтуға толық негіз бар. Өйткені біз қан тазалығын, ден саулығын бірінші орынға қойған халықпыз. Сондықтан да құрметті ағайын, өз балаларыңызға жеті атасын үйретіп, өздеріңіз білмесеңіздер зерттеп, іздестіріп, міндетті түрде сол жеті атаны табуға тырысып, балаларыңызға үйретіп, қазақтың тектілігін әрі қарай сақтап, дамытайық. Өйткені бұл біздің қазақ азаматы ретіндегі парызымыз бен борышымыз.